да енді бұл кісі опыты бар ғой десе. Потолок кеткен. Телефонды ұстап алып күтіп тұр ғой мені. Мен туралы ойы қандай екен? Жаман жаққа кетпеді екен деп қатты ойландым. Мен 24-темін, базы 27-де. Аргеннің екі аяғым бір етікке тығады ғой дейді ғой. Неге жаман айтады бұл баланы деген сияқты қалып қалды да. Бірақ уже көре келе ондай адам емес екенін түсіндім. Арген де өзінің бақытын табуға лайықты деп ойлаймын. Егер де бары шындап жақсы болып кетсе, айылда тұрғанға қандай қарайсың? Аргенде қолында не бар аямайды. Шынымен андай не істегің келеді, қай жаққа барғың келеді, Дикош барлығы жақсы ма сенде? Мен негізі ата енемен тұруға қарсы емеспін. Жалпы каналыбызды көріп жатқан көрушілерге салам айтабыз. Бүгінгі маек бізде өзгөчө маектердің бири десек дагы болот. Көптөн күткөн маек десек дагы болот. Бүгүн конокто блогер Арген Асанов жана сүйүктүүсү деп тааныштыра берейинби? Ооба. Сүйүктүүсү Диана. Келиңиздер, кош келипсиздер. Қош келдік, барыңыздарга салам. Қош келдік, чакырганыңызга өтө ыраазыбыз. Өзүң кандай, жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Кош келиптирсиз Кыргызстанга, жактабы? Иә, Кыргызстан өтө күчтүү. Конок жай кылып койду негизи Кыргызстан. Барлыктарыңа салем. Анан биздин көрүүчүлөргө айтып кетели, баса биз Ош шаарындабыз. Ош жактыбы? Иә, биз кечээ келдик Ошко. Сразу келе салып сиздерге келип жатырмыз. Өтө күчтүү. Мен ғой местныймын дечи. Ош жалал. Негизи Ош дегенде, Ош мага өтө ысык дегенде жакын тартам өзүмө негизи Оштучу. Мен өзүм негизи Жалал Абадтанмын, бирок көбү мени Оштук дейт да. Сен там Оштонсуң дейт. Ооба, Оштомун деп коёрум да. Ошту булар пока что эч жерге бара элек, буюрса бир аз салкын болсун, айландырып, чыгарып көрсөтөм. Пока что бир жерде эле көрдүм, болду. Эч жерде көрө элек. Мынакей, кечээ күнү Instagram баракчаңыздарга дал ошол Жалал Абад жергесинен сизге баягы жоолук салынып аткан видеолоруңуздар чыкты. Анан келиңиздер баарын дал ошол башынан баштайлычы. Негизи башынан баштайлы. Мен кичине өзүм баштап кетейин. Башынан дегенде негизи биздики мындай кылып таанышканыбызда ага чейин экөөбүз бири-бирибизди тааныйбыз. Сүйлөшкөнгө чейин. Сүйлөшкөн дегенде Дико Кыргызстанга рекламага келет. Кайсы айда? Февралдабы? Жок, мартта келет. Именно анын өз негизи планда башка кыз болчу келет, потом экөөбүз билбейм бул кызга аттан көрүп калган. Давайте биз Диананы тартабыз дейт. Аларчы. Анан мен ким менен болом десем, Дико менен дейт да. Анан Дико болсо Дико дедик, анан келди, өзүм тосуп алдым түндө. Анан таңда. Февраль айында. Марттын, ооба. Таң саат 3:30-4-тө бул келди, чарчап келди. Анан мен дагы сразу эле барып тосуп алдым. Анан ал күнү анча маани берген эмесмин, эртеси күнү экөөбүздүкү рекламабыз келин көйнөк менен болчу да. Келин көйнөк менен көргөндө, мындай карасаң Дико жашынакай кыз го. Неге сөз салып, көз салып көрбөскө? Анан эфирде отурат. Бирок өзүм дагы мындай айткан жокмун. Просто кыз кылыгы менен дегенде, бир аз көзүмө илешип калганы бар да, короче. Анан өзүнө дагы айткан жокмун. Потом кийин Алматыга бардык. Бул дагы мага келип, давай там Алматыга келдиңизби, сиз бизди конок кылдыңызбы? Давай биз чакырайлы деп дос экөө мени чакырат. Анан так уже жакын тартып баштады да. Анан айтып көрдүм, эгерде как раз азыр кыз бойдок, мен дагы бойдок, эмнеге таанышып көрбөскө деп мен биринчи өзүм сөз салдым дегенде айтып көрдүм. Давай типа сүйлөшүп көрөлү, если окшошуп кетсе до конца дагы көрөрүбүз депчи. Бизге көп деле тааныш болгон жокпуз. 1,5 ай, 2 айга дейми? Апрель, май. Да, 1,5 ай деп кое берейин. 1,5 ай болуп калды. Сразу эле аз биз мындай экөөбүз бири-бирибиздин немебизди көрүп атабыз, кандай кыз деген сыяктычы. Негизи күтүп алды го энди, мен айта кетейинчи. Ол кезде биз тааныстык, досторубуз аркылуу тааныстык, тек гана көрүшүп калдык бир дасарханда. Одан кийин сүйлөшпеген болотунбуз. Убакыт өтө келе мени съемкага чакырат. Арген энди аркы жакта кисилер чакырып жатса, мени Арген өзү чакырды.
давай деконта шақырып көрейік, ана мынау сөйтіп айтқан. Арген маған енді танысым болғаннан кейін, таныс емес енді көрген адам болғаннан кейін, Дико осындай ұсыныс болып тұр, келе аласың ба деді маған. Мен айттым, мен эфирдамын, ол кезде мен эфирдамын, бара алсам мені жіберсе барайын дедім. Сөйтіп эфирдағыларды сұрандым, білмеймін енді бұйрық солай болды ма, жіберді. Көп негізі жібере бермейді ғой, ондай ұзақ уақытқа, тем более Қырғызстанға, яғни басқа мемлекетке деген сияқты. Сөйтіп уайымдайды оларда. Бірақ жіберді, келдім, таңда келдім. И Арген андай 8 март кезі ғой енді, бірақ мартқа 8 мартқа жақын емес әрине. Бірақ мынандай тюльпандар бар ғой. Сонда тюльпан ұстап алып күтіп тұр ғой мені. Достары тұр жанында. Сөйтіп сол тюльпанмен күтіп алды. Енді жанында досы бар. Әбден ол кезде негізі сол кісі бастаған. Әлібайке. Әлібайке. Ол кісі бүйтіп айтады, Дико келін қылып алып қалайық ба Аргенге. Алып қашып кетейін деп. Алып қашып кетейік пе деп. Маған жақпай жатыр ол сөз. Мен енді Аргенді особо қатты танымаймын. Ол сөз жақпай жатыр. Сөйтіп пока жетем дегенше әбден мазамды алды. Енді күліп қана отырдым. Сосын кейіннен Арген өзіне де, кімге де, Әлиге де что-то ыңғайсыз болып жатыр деген сияқты сөйтіп жеткізген болатынмын. Сөйтіп одан кейін мені күтіп алғаны өте қатты ұнады. Яғни қонақжай деп жатырмын ғой. Күтіп алды, аяғымды жерге тигізбей, қай жақтан тамақ ішесің, не жейсің, не ішесің деген жоқ, барлығын алып беріп, сөйтіп шығарып салды. Одан кейін біраз уақыттан кейін, көріспей кеттік, біраз уақыт сөйлескен де жоқпыз. Жоқ. Сөйлеспедік и Қазақстанға келетін болды Арген. Енді мен айтамын ғой, жақын құрбыма, осындай, мен Арген аяғым жерге тигізбей күтіп алған еді. Давай көрсейік, сөйлесейік. Қазақстанда енді достар көп болғанымен де андай өзім айтпаймын. Иә, өзі айтпайды, жолықпайды да көбінесе. Сосын маған айтты, білмеймін неге маған айтқаны. Сол уақытта маған айтты, иә мен барайын деп жатырмын деп. Сөйтіп күтіп алып, бір кездесіп, сөйлесіп басталып кеткен болды. Повод болды ғой маған, жазып қой дегенге, жолғайын дегенге ше. Еще мен ол кезде эфирдамын ғой, и мен сыртта көп сөйлесе алмаймын, ол кезде сөйлеспедік дұрыс. Бірақ эфирден шыққан бетте сразу андай повод тапты да, эфирден кетті-ау деген. Ошол жаққа баяғы эфирде отырдым дедіңіз, ошол жаққа барайын деген ой келдіңіз? Негізде барайын деген ой келген, бірақ қайра өзіме сұрай бердім да. Может эфирден сыртқары танышып көрді. Неге эфирде? Анбай ұсынышты айттыңыз ба бұл жақта? Жоқ, айтқан жоқ. Біз ағашын екеуіміз тема туралы сөйлеспедік. Просто көз келіп қойған болдық та. Шу қызбен сөйлесіп көрсем қандай болады деген сияқты. И потом бұл эфирден шықты. Айтып көрдім, сен уже эфирден шықтың. Давайте эфир сияқты мен саған үміткер болып барам, танысып көреміз дедім. Типа қандай болады, сен кимсің, мен киммін деген сияқты ше. Сразу ле вау емес. Давай типа өзімізше бір мындай құрып көрелік дедік. Если оқшошып кетсе, дальше кете бересің ғой. Азыр пока что осы таныштық үстіндеміз да. Көп ойландыңыз ба бұл сынышты? Иә, мен эфирден шыққаннан кейін бір айдан кейін шығарып тұрған жоқпын ба, даже 1,5 айдан кейін осыны танысып жатырмыз деп не істеген болатын, шығарған болатын. Бұл негізі башында түсінбей қалды да. Конечно, мен еске мұрынқы жашауым біраз әме болған ғой, ыңғайсыз болдым азырша. Ошол теманың қайра айта бергенде деп елдер дағы жазып қойып қой. Ал деген тегендей, бұл деген мындай деген сияқты ше. Анан өзім біраз қызықтай болдым, бұл ойында азыр қандай болады екен. Мен туралы қандай ойланып? Да, мен туралы бұл ойында азыр қандай болады екен, өйткені мұрдағы там жашаудағы нәрселерді андай по-любому елі ғой, біздікі барлық нәрсе елдің астында болды ғой. Елдер дағы айтып, может ойын өзгерту екен деп мен біраз ойландым да. Чтобы по-любому адамдардың сөзіне біраз мани бербейін дейсің, бірақ мани беріп қаласың да. Ғаннан ошоға өзім қатты ойландым, мен туралы ойы қандай екен, жаман жаққа кетпеді екен деп қатты ойландым. Кейін айттым сразу ле, өзіне де айттым, сен мен туралы ойың қандай десем, Арген деді, адамдар сразу ле көріп танып білем, да, бұл ара қатынаста по-любому бір жақтан емес, екі жақтан болады. Может мен білбеймін араңарда жаңа не болғанын, бірақ мындай қарасам, жақсы адамсың деген не болды ма? Мен соны айтып берейін, иә. Сосын айтып отырайын саған. Қандай болды енді, иә, жаңағы айтты ғой енді, қандай ойдасың мен туралы деп. Енді мен Аргенге былай айттым, мен сендердің семья болғандарыңа, семьяда не болғанына мен мүлдем қызық емес маған дедім. Себебі әр нәрсенің
екі жақтан да қателіктер болады, бәлкім сондай болған шығар дедім. Былай қарасам сізді ондай адам қатарына қосқым келмейді дедім. Себебі өте ақ жарқын, қолындағы барын бергісі келіп отыратын, мысалға немен таныс бастағаннан бастап дико деп жүр мысалға. Енді комментариялар деген енді жаман айтылып жатады ғой. Сосын мен айттым да, мен негізі бастапқыда ойым неге жаман айтады бұл баланы деген сияқты қалып қалды да, бірақ уже көре келе ондай адам емес екенін түсіндім. Енді мен айттым, сразу айттым, бірақ ара қатынаста, семьяда қандай екеніңізді білмеймін, бірақ адами тұрғыда сіздің барлығын жасап жатырсыз ғой қазіргі таңда, көңілімді аулап жатырсыз, оның барлығын мен бағалаймын дедім. И жаңағы қыз тарапынан да кішкене жамандаулар кетіп жатты ғой. Енді қыз болғаннан кейін мен де түсінемін ол адамды. Бәлкім ішінде қалып, жаңағы ағынан жарылып, бар нәрсені немесе жоқ нәрсені қосып айтқан шығар, енді білмеймін ол жағынша. Бірақ ол кісі қазір енді бақытты, өзінің семьясы бар деген сияқты көбінесе қозғағымыз келмейді. Бастысы бақытты болсын, Арген де өзінің бақытын табуға лайықты деп ойлаймын. Оның үстіне де өйтіп жүре бермейді ғой, мысалға. Біршама уақыт өткен екен, енді екі жаққа кеткеніне, бұл да ер азамат болғаннан кейін жанында өзінің сүйіктісі болған қалайды да, әрбір адамда мысалы. Енді біз қыз баласы сәл бүйтіп жүре бергенмен ер адам кішкене іздейді ғой. Сол тараптан айтып кеттім енді Аргенге, алдағы уақыттарда көре жатармыз, бірақ Аргеннің ондай жаман қылықтары жоқ екенін кәміл сенемін. Жақындарыңыз тарауынан бір қарсылықтар болды ма? Неге ал бала, неге қырғыз жігіт деп? Тем более қырғыз деп па? Мен сізге бір қызық айтайын ба? Мен эфирға кірдім ғой, қатысушы болып кірген кезде маған бір сұрақ қойылды. Яғни өзге ұлтқа тұрмысқа шығуға қалай қарайсың? Мен сол кезде енді мен ұлтқа бөлінбеймін, бірақ өзім қазақ болғаннан кейін лажы болса қазақ болсын, қазақ балаға тиім деп айтқам. Негізі мынандай ғой, бізде қандай ырым бар да, ырым емес енді, мынандай сөздер бар да, яғни неге қарсы шығасың, сол нәрсеге алып келеді ғой. Сіздерде бар шығар ондай. Қандай, мысалға, мен нан жасамаймын десем де сол нәрсені жасап кетесің деген сияқты. Вот сондай болып қалды енді. Бұл кісі де айтып қояды алдында. Так что өзіңе там көп албашың келеді да? Енді көп алатын жерде көп аламын енді. Сондай болған. Енді үй ішім мынандай ғой, мен бақытты болсам екен дейді. Шындығына келгенде ешкім қарсылық көрсетпейді. Менің таңдауыма ешқашан қарсылық көрсеткен емес. Анам да, бауырларым да. Болған моменттер бар шығар, бірақ ол кісілер біліп барып жасайды да. Негізі бір нәрсені айта кетейінші. Арген маған хабарласты ғой, сол кезде Алматыға келген кезде қасымда мама отырды. Дастарханда отырмыз. Мама отырды, сөйтіп айттым, кішкене кеште уақыт болып қалды енді. Мама отыр, енді шығып кетпеймін ғой, енді кеште уақытта. Сосын мамаға айттым, Арген звондап жатыр, Алматыға келген екен, Бішкектен мені күтіп алды ғой Қырғызстанда, осылай шақырып жатыр дедім. Оның үстіне бұл кісі бір повод тауып звондаған болатын, ренжіп қалған жоқсың ба деген сияқты. Сөйтіп мен айттым, осындай болған еді, келіп тұр Қазақстанға, қалай қылсам болады деп едім. Мама адамдар тез таниды, қандай адам екенін. Сосын айттым, мама, ой, Арген өте жақсы бала ғой, өте пысық, молодец, әйтеуір жүр ғой, ары бері өзінің барынша қолынан келгенін жасап деп. Сөйтіп мама мақтап жүр. Сосын айтып қоямын, ойлаймын, мама қалай деп. Сосын айттым, бара берсем бола ма дедім. Сөйтіп бара бер деді. Негізі ондай жерде бүйтіп қарсы болады да көбінесе. Сөйтіп барған болатынмын. И бетпе-бет өткен кезде де мама Аргенді мақтады. Уялып кеттім ғой мен сразу же. И содан кейін ғана мен Аргенге деген бәлкім көремін деген сияқты ойда қалыптасты мен. Қайрадан не үшін қазақ қызы деген Өз алдынша айтатын шығар, бірақ менің көзімде ештеңе дейілік. Анан кеше күні келген өзіңер білесіңер, Ош Жалауат тарапта бізде қыз бала қонақ болып келсе, жол подарок етеді. Өзіңнің билет болушың керек, Жалауаттан болсың ғой. Кеше күні келген, аға айтқан маған, апа бізде екі қыз бар, жанымда шо Дикон аға шейін айтып кеткем. Екі қыз бар, десем, хорошо, там келеу деді. Мен пока что ештеңе айтелік, может, просто біз уақыттан болған жақта. Анан Диананың көрді, наоборот, алып қалауыз бұл деді қой мағач. Жоқ, там қонақ деп өзім жаңағы шошып кеттім да. Апам айтады, жаңағы жол сауатты ғой, жол сауатқанда,
андай карараак болду го негизи сабап атканда может агынап чыгайын деген секилди да магачы анан жок апа булар деген жанагы деп конок койсом конок окей деп коем пока что апам жагынан эле айтылган нерсе бар мындай татынакай кыз экен деген сыяктуу мындай көзгө тартып турат го негизи татынакай кыз экен деп атам жеңелерим бир туугандарым анан эжем жакшы көрөт Диананы иә кеше анан ошо эжем атайын эмесине келдик эжем жакында 20 жылдык болот ошого куттаган экөөбүз ошого келдик и биздин оштоо жумуштарыбыз бар болчу да ошого келдик а так пока что эч нерсе айта элек жаман дагы жакшы да деген сыяктуу ошо эжем менен апамдын сөзүн угуп башка эч ким эчтеке дей элек енді мен айта кетейинши енді мамасымен танысып жатырмын ғой бәрібір де кішкене ыңғайсызданасың ғой мен жалбатқа келетін алдында мен әргенге неше рет айттым мен кірмеймін мен ұяламын мен кірмеймін өйткені бір жақта андай қатты қарайды ғой ондай нәрселерге сосын барып мен кірмей ақ қояйыншы өтініш деп бұл кісі де сәл қырсығып жоқ кіресің деген сияқты айтты да енді мен кірмеймін десе бопты онда кірмей ақ қой бізде менде мақұл деп менде сарказммен айтамын да көп нәрсені бұл кісіде сондай нәрсесі бар енді байқап қалдым қармап қалу короче сөйтті да кейіннен уже енді қасында құрбым болғаннан кейіндері айтты енді кіріп просто амандасып бір жарты сағат отырамыз да шығамыз деді енді келіп тұрғаннан кейін де ертең неге кірмеді деп айтқаннан гөрі ладно деп кіре салайын дедім да кірдім енді бізде ондай жаулық жаппайды ғой біз көбінесе иыққа жағамыз немесе қолына сыйлық береміз яғни жаңағы пакетикқа жаңағы сыйлықтарды береміз сөйтіп мамасы келіп бүйтіп орамалды ортасында тұр ғой енді бастапқыда кіріп келген кезде мамасы мені көрді да ұялды да бүйтіп кетіп қалды сосын мен андай біртүрлі болып қалдым да енді қалай айтсам болады типа жақтырмай қалдым ба деген сияқты ой кетіп қалды менде сосын барып көзім жәудіреп қалды сосын ар жақта үлкен кісілер кел қызым деп сөйтіп амандасқаннан кейін жаңағы құрбымға қасына қарай бардым енді ыңғайсызданып жаттым бөтен жақ маған да ыңғайсыз танымаймын ешкімді сосын құрбым қасына бардым да бір уақытта қарасам мамасы ортасында жаулықты ұстап тұр и көзім банкі мен түсінбеймін бізде жаулықты сол жабатын болса келін қылып алып қалу деген ғой енді бізде жаулық жаппайды қыз баласына сөйтіп барды мен шақырды келіп жаулық жауып жатқан кезде уже түсінбей жатырмын ғой енді күліп жатырмын амандасып жатырмын сосын мамасы андай жарқырап тұрып жаңағы бағана кім Арген айтқандай ойнап жатыр да алып қалайық па келін қылып әлде қалай деп сосын барып Арген жоқ қонақ қой деп сөйтіп жапты одан кейін барып маған түсіндірді дико уайымдама бұл жерде жаулық жапса бұл жерде жаңа қонақ келген қыздарға сондай жабады уайымдама деп мамасы бетінен сүйіп амандасып құшақтасып сөйтіп жақсы сөйлесіп жақсы отырсыңдар ма деп мамасы андай тура менің мамам сияқты андай күліп қалған адамдар біз андай үйге келген кезде қонақтар келгенде жайдары жүреді да біздің мамандашы ешкімге андай зияны жоқ бәріне күліп кім келіп жатыр андай қатты не істемейді да сол мамасынан байқадым да сол қасиетті яғни кей енді көріп жатамыз ғой енді кей ата аналар жаңа жақтырмай енді келін ба деген сияқты бүйтіп жоғарыдан қарап сөйтеді ғой ол кісі керісінше күліп қарсы алып құшақтап сүйіп сондай дүние жасаған кезде кәдімгідей жақсы кісі екен деп кеше инстаграмға да салған болатын жақсы кісі екен деп ойда қалдым эгерде бардығы жақсы болып жатса Арген біздің Жалал-Абад жергесінен көрдіңіз кеше бардыңыз ол баяғы айылдың яшосына көніп кете аласыз ба соны сұрап алады шындап эгерде баары чындап жакшы болуп кетсе айылда турганга кандай карайсың кечээ көрүп келдиңиз негизинен дагы бергем дайындалып келмедим десең мынандай ғой мен өзім эфирде отқан кезде былай айттым егерде жігітті қатты жақсы көріп қалсам егерде жігіт мен үшін барлығын жасап жатса мен көнуге дайынмын дедім бірақ қазіргі таңда яғни біздің жұмысымыз қалада жүретін жұмыс жасайтын сондай дүние жасайтын жер болғаннан кейін өзіміздің болашағымыз үшін егерде ата-аналар рұқсат беретін болса онда даже ата-аналармен бірге Арген осы Қырғызстаннан не алған жоқ па үй алған жоқпыз ба егерде барлығы жақсы болса сол жақта ремонт жасап жаңағы ата-анасын бірге алып ондай қарсы емеспін мен негізі ата енемен тұруға қарсы емеспін себебі енді біз болашақта мысалға балалы шағалы боламыз сол кезде көмектеседі да ол кісілер
Дико, бул жерде ата ана менен турганга кандай карайсың деген жок. Мен Ауылда. Жеткиздим ғой. Айттым ғой, түсіндіңіздер ма? Ооба. Билбейм, Эгерде баягы жумушу Бишкекте. Мен айттым. Жок, просто мен кечээ сусон негизи бергем да. Мен калмайм дедим. Азилдеп айттым да. Жок, мынтип айтат, неме деп. Эгер сен бул жагы типа сенеңде да, короче, эгерде калдыра алсаң калам деген сыяктуу же. Жигитке байланыштуу. Жигиттин өзүнө байланыштуу. Жигиттин өзүнө байланыштуу. Энди ар ким өз болошогун ойлойтун болсо, алдыга карай умтулат деген ойлойм. Айтпаса, ондай нерсеге каршы эмесмин. Диананын кайсыл сапаты сизге баягы сунуш ташташыңызга себеп болду? Кырсыктыгы бар эми, барчылык негизи десең. Диананы жамандаттыңыз. мындай карасаң, негизи мындай татынакай кыз го, көзгө сразу түшөт да. Алыстан карасаң же, анан сүйлөшүп көрсөм мен негизи ойлоп койчумун, мындай стерва депчи, өзүнчө депчи. Анан сүйлөшүп көргөндөн кийин эле ачык, өзүнүн эле мындай ачык эле кыз экен да, короче. Биринчи эле масапаты адамдарга мамилеси жакты мага, мындай учурашып, беймаралдам жүрө берет да. Мындай отурбайт да, короче, привет деген сыяктуу. Экинчиден болсо, татынакай кыз, жагымдуу, тартымдуу дегендейчи. Эми азыр бизде анан деп там сүйүү боло элек го, өлөм, күйөм, сүйөм депчи. Мен негизи бири-бирибизге сурак койганбыз, яғни мени кандай кылып көрдүң, кийин кандай болду деген сыяктуу. Багана айта кеттим го, аргенде бир эмне үчүн жамантайт бул баланы деген мен калып калдым. Жаман ой болгон жок. Яғни ой арген мындай экен го, кошо жакындамай коюнчу бул балага деген сыяктуу нерсе болгон жок. Просто таанысып, жаңагы адамдын тургуда жаңа ара катнаса маган деген сыйластыгы унанды да. Себепті де сөйлесіп бастап көрдік. Енді әргенде қолында не бар аямайды. Шынымен ше, не істегің келеді, қай жаққа барғың келеді, Дикош барлығы жақсы ма сенде. Бағанағын өзінде де кеше бүгін кішкене андай көңіл болмай жүрді да мен. Сол кезде де айтып қалып, неге не болып қалды, бірдеңке жақпай жатырмын, айтшы, мен бірдеңке істеп қойдым ба деп та. Сосын мен айттым, арген мен просто жол шашап кеттім. Мен түрім өзі сондай, егер де мен шашайтын болсам, мен сөйтіп қаламын. Осыны кеше маған орамал жақты ғой, мама жазды ғой маған. И ол барып, жаңағы кішкене бір ыңғайсыздам қалғаным бар енді. Енді кеше ғана бардым да, ол үйге мысалы күнде барып жүрсем, мен күліп ойнап жүре беретін едім барлығы менше. Енді кеше ғана барғаннан кейін бір өзімді ыңғайсыз сезіндім да. И соны айтып жатыр да, сондай жаңа ұнайды маған. Яғни алдын алуға тырысады да. Енді бұл кісі опыты бар ғой десе. Ема. Потолок кеттім ғой. Жаңағы, я до этого деген нәрсе айтып алғым яғы. Жоқ, шын ғой. Қыздың қандай екенін, сәл кішкене ол жағынан опыты бар, не істеу керек екенін. Сол себепті де алдын алуға тырысады да, бұл жаман дүние емес. Соны қарадым ғой мен. Ол жаман дүние емес. Ол, яғни алдын алып, яғни Дикош саған не ұнамай жатыр деп, соны жеткізгісі келді. Негізі мындай ғой, тайғым кетейін. Негізі менде біраз опыт бар ғой азырше. Просто опыт дегенде мындай ғой, уже менде қалып айтып білем, уже негізі елім бары біледі ғой, уже мен екінші турмушқа даярданған кезім ғой негізі. Өте арқан ұзын ташташым керек. Ушул жол там жаңылбашым керек, билишим керек, ал менен билиш керек дегенде ғой. Бизде мисалдан биринчисинде экөөбүздөн бири-бирибизди билген жокпуз. Бат болуп кетти да. Бир 6 эмес, 7 айдын ичинде эле биз үйлөнүп кеткенбиз. Анан азыр ушунусун болсо баарыбыз тең бири-бирибизди билип, ал да мени билип, мен да буну билип дегендейчи. Ата конечно, опыт болгондон кийин азыр убакта баарын көрүп атабыз негизичи. И дегенде бул экинчи турмуш по-любому азыр менде мындай да ушунусу менен точно жашашым керек, экинчиси мененчи хойт не хоч деген сыяктычы ошого арканы узун таштап баардыгын карап аткан кезибиз. Баягы сүткө оозу күйгөн байрамды үйлөп чет дегенде яна. Мен азыр баягы биринчи турмушуңуздагы кайсы каталыктарды экинчиде кайталабайын деп калдыңыз? Кайталабайын деген нелериңиз болобу? Бар. Биринчиси ошо өтө мындай шашылыш эмес, элдин буусу менен кетип калыш эмес, өзүм жүрөгүмдү тыңдап, мээми тыңдап деген сыяктуу. Анткени мен адамды таанып билүү. Да, адамды таанып билүү, узактан сүйлөшүп көрүү, сразу эле ойбай мен там сүйдүм, күйдүм, өптүм, всё алам эмес. Узак эле карап,
экөөбүздүн на будущий жашообуз болобу болбойбу деген сыяктычы. А менде биринчисинде болсо тупо көзүм жумук болду, все, алам и все. Ары карай кандай жашайбыз, ажырашабызбы, жашайбызбы, вообще ой болгон жок. Азыр уже менде бар, ой бар, өтө шашылыш менен үйлөнүү деген нерсе жок. Бири-бирибизди таанып келүү, эч кандай сразу үйлөнүп кеткенге шашылыш ниетим жок. Ал менде енді әлеуметтік желіге мен эфирден тыс мына менің сөйлесіп жүрген адамым деп көрсетпегем. Буга чейин. Тек әлеуметтік желіде эфирден тыс дегенім жаңағы мен өзім отырған проекттен тыс мен мына сөйлесіп жүрген жігітім деп таныстырған емеспін. Көпкө чейин ойлонуп ана көпкө чейин ойланып. Бірақ білмеймін неге екенін осы таныстықта шығарғым келді ма әлде білмеймін бір түсініксіз жағдайлар болды и бұл әлеуметтік желіге шығаруға да кішкене біраз уақыт керек болды маған, ойландым. Маған да сәл қиынырақ та негізі, себебі менде көп адам енді болды ғой, енді менде де арақатынастар, ол арақатынаста не болды, мен де сәл қарап көремін да, яғни ол адамдардың жасаған бір нәрсесі ұнамаса мен бас тартып кететін адаммын шынына келгенде, и мен бір бас тартсам ол адамға екінші рет бармаймын. Эфирда да дәл сондай болған. Өзімде жаңағы 7 ай 8 ай бір сөйлескен бір ер азамат бар еді. Енді жараспай қалдық, уже той болар алдын жараспай қалдық, и бір нәрсесі ұнамады, мен отказ бердім. Өйткені білмеймін, мен сондай тараптан адаммын да, егер де маған бірдеңе ұнамай қалса, мен сразу отказ бере аламын. Қорықпаймын ондай дүниеден. Байланып қалмаймын. Келет, кетет, не көп, адам көп. Ойбай. Не көп, жігіт көп. Ой, не бар. Жоқ, шынымен ғой. Не бар, жігіт көп. Не бар, қыздар көп, мысалы. О жағынан нем жоқ. Яғни, егерде алдағы уақытта мен негізі көбінесе ұстап қалуға тырысамын. Яғни, біраз әрекетін жасаймын. Ұстап қалуға бұлай да әрекетін жасаймын, бұлай да әрекетін жасаймын. Бірақ уже кейіндер ойланамын да. Мысалға кейін семьялы болған кезде де екі тараптан да ұстап тұрмаса, бір жақ бос кететін болса, бір жақ шаршайды оны ұстай беруден. Сол себепті де екі жақтан ынта болса қана мен тұрмысқа шығамын да. Егерде бір жақтан ой жоқ мен берілдім дейтін болса, екінші тарап оны ұстай бермейді ғой. Ол беріліп тұрған адамды жібере салу керек. Сол себепті де болашақта мен де өзімнің жарымды, өзімнің болашақ тұратын адамымды таңдап солай жасаймын. Бірақ мен де өйтіп таңдап жүре беретін уақытым жоқ. Я қазіргі таңда Аргенді таңдадым ба, болашақта не болатынын білмейміз. Бірақ мен ұзақ уақыт жүргім келмейді. Ұзақ уақыт жүрсе, мисал қанша? Қазір жеткізіп алайын да. Ұзақ уақыт жүрсе, мен көрдім да, ұзақ уақыт арақатынасты. Мен 3 жыл арақатынас құрған болатынмын. И 3 жыл менің уақытым кетіп қалды. Енді біз қыз баласы болғаннан кейін ертең андай-мұндай деген әңгімелер көп болады. Сол себепті де мен ұзақ жүргім келмеді. Бір адамды таңдадым ба, болашақта егерде мен сол адамды көріп тұрсам, болды, ұзақ, прям 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жүрудің қажеті жоқ. Мен үшін солай. И егерде ұзақтағы да жүретін болса, ол бет ашыла береді, ол үйленуге дейін алып бармайды. Жаңағы үйленетін уақытта үш әріп болады ғой. Яғни екі жұптың ортасына түсетін. Соларды сол дүниеге жеткізбеу керек деп ойлаймын да. Сол себепті де мен де таңдаудан қателеспеу үшін көп нәрсе жасаймын әрине, бірақ ұзақ уақыт мен де жүргім келмейді. Бұл жақ көпке шейін ойланайын атпайбы? Көпке шейін дегенде мен айтып атпаймын, мысалы біздікі тез болып кетті ғой. Хотя бы ушунусунда тез болушун каалабайм деп айттым. Эгерде экөөбүз сразу бири-бирибизди таанып билсек, анда окушат го беречи. Эгерде ушундай баардыгы жашы орусча айтканда идеальный болуп жатса, канча убакыт керек сиздерге? Канча убакытта үйлөнүп кетиш керек? Точно айта албайм. Давайчы никогда не говори, никогда деп аткан, ошого 1 айды же 1 жылды айткым келбейли. Ертең жаңағым деп, не болып кетшін жаңағым деп білбейсіз ғой. Ошоға может быть аға чейін болып кетеді, может аннан кейін деген сияқты ғой. Ошоға бір күнде айтқым келбейді. Сосын мен жігітті қинамаймын ешқашанда. Яғни сен маған үйленуің керек, мына уақытта үй салуың керек, мынаны бүйтуің керек, мынаны сөйтуің керек деп ешқашан айтпаймын. Маған 3 жыл арақатынаста мен тек қана өзім махаббатымды берем и күтем.
болды. Егер де ол жігіт сол нәрсені көріп тұрса, болды, жасап алып кету керек деп ойлаймын, болды. Ал егер мен жігітті қинай беріп, өз-өзіме қайта қайтып сен маған үйленуің керек, мен кетуім керек деп, неке қию керек деп, мен қайта өйтіп айтқым келмейді. Неге айтайын? Өйткені себебі жігіт соған қарай білейін деп андай қысым болады да ол жігітте ше. Емін еркін, өз қалауымен, өз жүрегімен сондай жасағанды ұнатамын да. Ол қанша уақытқа созылатынын білмеймін, бірақ ұзақ уақыт болмаса екен де, мен өзімнің қалағаным, ойым ұзақ уақыт болмаса екен деймін. Көру керек, жүру керек, бірақ ұзақ уақыт жүрген сайын уақытың кете береді. Ол мысалы ол арақатынас болмайтын болса қайтадан айырылысып кетесің да, ол басқа адаммен танысу үшін де тағы уақыт керек болады да. Біз анау айырылысып кетіп басқа адамға үйленіп кетіп тұрмысқа шығып кетіп ондай жоқ менде ше. Мен шынымен де өзім махаббатыммен тұрмысқа шыққым келеді да. Сол себепті сондай ойдамын енді, түсінген боларсыз. Неліктен асығыс, неліктен асығыс емес, жігітке байланысты. Мен көп нәрсені жігітке қарай уже айтқым келеді да. Бұрында мен андай едім, жігітті бүйтіп сүйреп жүретін. Ушуну айтпашы деп, Иә, жігітті өйстіп сүйреп жүретін. Мен ондайдан шаршап кеттім да уже. Алматыға келді ғой. Жөн эле баягы назик кыз гана болгуңуз келет. Иә. Бұрында андай мен істеймін, мен ананы бүйтемін, мен ананы сөйтемін деген нәрсені қалып қалған. Еркек болгуңуз келбей калды. Иә, білмеймін, именно Аргенге келгенде сондай болып қалды. Бүйтіп Алматыға келді ғой енді. Осы жақында анда съемка жасайтын болдық. Сол кезде маған айтып жатыр ғой, Дико, Алматыда қандай нелер бар. Съемка жасаймыз ғой енді, біз әлеуметтік желіге шығарамыз деп жатырмыз. Сосын мен айттым да, бар ғой дедім, бірақ не түсіреміз дедім да, мен білмеймін дедім. Мен бәрін біліп тұрмын, бәлем бәрін білем. Қай жақта видеограф бар, қандай локациялар бар, қандай видео түсіру керек екенін, мен барлығын білем. Бірақ мен айттым Аргенге, Арген мен білмеймін не түсіретінімізді. Өзің тап. Иә, видеограф па, өзің тап. Идея ма, өзің тап, локация ма, өзің тап. Мен шынымен де, егер де қатты бет қиналып кететін болса, көмектесіп жіберетін едім да. Бірақ енді келесі күні мен уже келетін болдым. Жаңа локацияға қарай, сосын мен келе жатып уже әлеуметтік желіден бүйтіп жаздым. Арген, видеограф сол жақта ма дедім. Мен видеограф таптым ба деген жоқпын. Мен келе жатырмын уже, видеограф сол жақта ма дедім. Сосын барып, барлығы даяр, сені күтіп отырмыз деді. Сосын айттым, блин, оказывается, осындай да болады екен ғой. Неліктен сен барлығын жасай бергенсің деп, осы жаққа тапсырғаннан бастап ештеңе істеп жатқан жоқпын. Мен тек ана жаққа барамыз дейді мақұл, мына жаққа барамыз дейді мақұл, сіздерге де келетіңізде мақұл. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын, шынымен. Арен байқаған жоқсың. Мен тек қана еркелеп жүрмін, қырсығып жүрмін. Қатты екілеп кетті, бірақ жоны Қырғызстанға келіп айтамын, ладно. Еще қонақ қалады дейсің ғой. Алматыға барайын. барайын. Қонақ болмайтын болса не істейсің да? Алматыға барайын көрсетемін деп па? Алматыға барғанда, айтпақшы, бізде енді тек Аргенді ғана айтып жатқан жоқ, мені де айтып жатыр. Менің мінезімді айтып жатыр. Мен эфирда отқан кезде біраз мінезім көрсетіп қойғаным бар. Бірақ ол тарап қалай айтсам болады, оны көбісі түсінбей жатады. Мен айтам, егер де маған тиіспесе, мен үнсізбей отыра беремін сол жақта. Шынымен де. Біреу жекеме кетсе, сондай болған уақытта мен сол кезде ғана мінезімді шығарам. Себебі маған тиіскен немесе менің отбасыма тиіссе, мен кәдімгі төгер жіберемін да. Бірақ ешқашан адамның личностысына тиіспеймін. Яғни сен мынандайсың ғой, сенің аяғың мынандай ғой, сен қолың мынандай ғой, сен бетің мынандай ғой, немесе сен өміріңде мынандай болды ғой деген дүниені мен мүлдем айтпаймын. Себебі менің басыма келіп кетерін білмеймін. Тек қана мінезімді көрсетсем, жаңағы ұрсам, и соны айтып жатыр да комментарияда. Ой, бұл Дико, бұл Аргеннің екі аяғын бір етікке тығады ғой дейді ғой. Сосын айтып жатыр да маған, сен мінезің сондай ма, мен байқаған жоқпын дейді да енді. Сосын айтамын да, маған ешкім тиіспесе, мен тиіспеймін. Мен өз-өзіммен жүре беремін, бірақ маған тиісетін болса, мен өзімдікін жасаймын. Сосын айттым, екі аяғыңыз бір етікке тығуға дайынсыз ба дедім. Сосын не дедіңіз? Тығып көрші дедім. Көрші. Соны қалай тығып көрші дедім. Сөйтіп әзілдесіп кеттік. Жаңадан бері байқатсам, сіз деп қайрап отырсыз да? Ортаңызда қанша жаш айырма бар? Қанша жаш? Бұл 2005 қой? Маған сөйтіп еді. Менен кіші ойламаған ғой енді, бірақ мен жылымды білген, мен Арген жылын білген жоқпын. Басында білген жоқпын, Арген жылын. Сосын кейіннен білдім, менен кіші екенін, 3 жасқа. 3 жас. Иә? 3 жасқа, иә? Мен 24-тім, баз 27-де.
ортодо жаш айырмачылыгы Ортодо 3 жаш. кылбай элеби? Жок, мен ойлогом бул жакынтип кандай болот экен депчи. Буга чейин өзүмдөн чоң кыздар менен сүйлөшүп көргөн эмесмин. Бул биринчи болуп атат. Биринчи жолу. Ортобузда айырма 3 жаш. Билинбейт деле. Билинбейт, айтканда кичине опытым бар окшойт. Билинбейт атат. Опыт дегенде отношениядан го. Короче, орто айырмабыз билинбей эле, анткени дико бир менин жанымда бир жаш бала сыяктуу, эркелепчи, кыз, назик, өзү негизи назик, бирок менин жанымда ансаң мындай эркелеп кетет да, эркелеп, асманга чыгып кетет, короче. Анан мен эми кичине бир өзүм чоңураак көтөрүп коюм, меники деле кээде кармап калат. Эми бул адамбыз го негизи, кээде кармап калат меники деле. Бир айырмачылык сезбей эле, может быть, мен деле бирок өзүмдүн жашымдагыдай көрүнбөйм да, бир аз чоң көрүнөм. Ошого может быть билинбей аткан чыгар. А так мага айырмачылыгы жок сакачы. Негизинде Арген маган өзүмө андай эти тири жигиттер унайт да, яғни тирликке бар, жүгүрүп калган. Мен осы Кыргызстанга келген кезде түшүндүм Аргендин мүлдем үйдө отурмайтынын. Каяктасың, мынакта жумуштармен жүрүм. Кайдасың, мынакта жумуштармен жүрүм. Бизди тамактандырып үлгерет, кыдыртып үлгерет. Мен айтам да, Арген, сиз адамсыз ба, же роботсыз ба? Мен сурак койдум даже согайчы, себеби мен ондайга, билбейм энди, биз жас кезимизде сүйткөн чыгарбыз да. Биз жас кезимизде сүйтүп ар бир тирчилик жасаган кезimiz болгон энди. Энди азыр үтүп жумуш жасагам келмейт да менче. Мен де психпын, мен де жұмыс жасаймын, мен де тіршілік жасаймын, бірақ көбінесе жігітке қарай ысырғым келеді көп дүниені. Бірақ бұрынғы арақатынастан қарағанда, осы таныстығымыздың бір несін мен өзіме жеңілдеттім десем де болады. Мен бәрін ысырып тастадым да. Сол үшін маған жас айырмашылығы білінбейді. Әргенде более андай кішкентай бала емес, үлкен, өзінің қатарынан үлкен адамдардың ой қабілеті сондай жоғары да. Солай. Мен жаңа кіші ерке дегенім, мен әлі қатты еркелігімді көрсеткен жоқпын. Мен негізі одан да еркемін. Себебі бізде отбасыда ер адам, яғни әкем жоқ та мен. 15 жыл болып кетті қайтыс болғанына. Ер адамның көңілі басқа. Яғни мен өзім әлі 12 жасымда уже әкесіз қалғаннан кейін еркеліктің не екенін білмеймін да. Ер адамға деген еркеліктің не екенін білмеймін, қалай көрсету керек екенін білмеймін. Енді үй ішіме, інілеріме, мен 3 інім бар, бір қыз, 3 ұлымызда отбасыда. Інілеріме еркелеп қоям, бірақ енді әпкесі болғаннан кейін еркелегім келмейді да. Анама да дәл сондай, мама өзі сенімен де бүйтіп еркелетіп қояды, бірақ қандай қатты еркелемеймін. Ал ер азаматқа, яғни мен таңдағаным деп айтқан адамға еркелегім келеді да мен. Себебі білмеймін, андай жылулық сезім келеді да сол адамдан. Енді мен әкенің орнына әке деп айтамаймын, потому что бұл ер азамат әке емес. Бұл ер азамат, яғни адал жарым, болашақ күйеуім деген ретінде қараймын да. Сол себепті де андай екесе еркелейтін шығармын. Пока бір есе болып жатыр ол өзіңізге десеге. Екесе еркелеуім енді басқаша болады да мен. Сол себепті де деп ойлаймын, кішкене ерке болып кететінім. Енді осы жерде айтып жатырмын ғой, неліктен деген сияқты, неге еркелеймін, неліктен сондай жылулықты қалаймын деген сияқты. Осы себеп. Еркелігін көтеруге дайынсыз ба? Көтердіңіз ба? Көтеріп жүрем ғой еркелігін. Бірісі екесі дағы болады дейді. Жоқ, если чында жақшы көріп, сүйіп қалсаң, барын көтересің ғой, бұл қой там ерке болсын, башқа болсын, барлық нәрсеге жаңағы көзің жұмып қоя бересің ғой. Да, бұйырса егерде бізде бары жақсы болып кетсе, неге көтербес қой? Ең соңын бақыт қалай, бақытты болыңыздар. Рахмат. Бүгінгі маек жақты ба? Жақты. Нені айтамыз деп келдіңіздер ле? Мен сұрадым ба, бітіп барын әлі сіздерден. Осындай ле? Менде мынандай болды да, енді арақатынас туралы сұрақ қой, бірақ мен дайындалған жоқпын. Мен де ойымда мынаны айтамын деген. Енді мен өзім эфирде отырып қалғаннан кейін сол жақта уже үйрендім, ойымды анық ашық жеткізуге, сол себепті де қатты қиын болған жоқ. Наоборот, күшті болған сияқты. Бірімізді кішкене жақтың одан да жақтың таныған сияқтымыз керісінше. Азыр ақырғы сұрақтарымның бірі болсын сіздерге. Баяғы комментарийлерді қарап көрсем, елдің ойы қандай болып кетеді деп қарап көрсем, баяғы бұл дағы бір хайп бұлардықы деген дағы пікірлерді өзіңіздерді көріп жатсаңыздар. Жоқ, көрген жоқпын мен.
баягы хайп эмес бул чын эле. Демек ошолорго жотортуп алсаңыздар. Хайп дегенде хайп. Жок, негизи мындай го. Азыр убакта бирок бардыгы жазган жок. Бир 10% көрдүм. Бул жанагы хайп деген сыяктычы. Неге биздики эч кандай хайп эмес. Хайп дегенде биз просто азыр биз тааныштык үстүндөбүз, ошол нерсени биз силерге көргөзгүбүз келди. Чындыгына келгендечи. Просто биздин отобуздагы кандай болуп атат, эмне кылып атабыз, биздин тааныштыгыбыз кандай болуп атат деген сыяктуу элге көргөзгүбүз келди. Болгондо эле көрсөтүп атабыз. Анда эч кандай өзүбүз кошуу, бияктан кошуу деген нерсе болгон жок. Багана айтып кетти ғой, мен сен эфирде отырсың, мен саған үміткер болып келдім деген қағиданы ұстанайық дедік та. Енді мысалға біз мен өзім эфирде отыратын болсам, ол жақта бәрібір де таныстарым барлығын көреді. И сол дүниені біз Инстаграмда шығарғымыз келді, яғни міне біздің таныстығымыз өз-өзімізге солай ұсындық, енді солай жасап көрсек қалай болады деген сияқты. Бәлкім одан да жақын біле жатармыз бір-бірімізді деп. Солай көріп бастадық негізінде. Үйленуге әлі әзір өте ерте, әлі талай бір-бірімізді білуіміз керек, уақыт керек. Сол жолда негізі сапарда бір-біріңді біліп танып кетесің ғой негізі. Көп нәрседе, мысалға біз екі жақтан жүріп сөйлесе беретін болсақ, біз бір-біріміздің мінезімізді, бір-біріміздің қырсықтығымызды, бұл кісімен еркелігімді немесе басқа дүниелерді біз байқамайтын едік. Осы сапарда біз көп нәрсені түсіндік. Арген қандай адам, енді әр адамда да минус бар. Менде де минус бар, бұл кісіде де минус бар. Енді минус бар екен деп, қойшы деп қолды сілтеп кетпейсің ғой, оны плюсқа айналдыруға болады деген сияқты. Сондай нәрселерді көріп жатырмыз. Мысалға, Аргенге ұнамайтын дүниелерді айтып қалды жаңа. Бүйтіп жасамай-ақ қойшы деп, жаңа ана жақта сәл бүйтіп қалдым да, сосын қойшы шынымен де барлығы андай мен де тұрып қырсығып, неге үйтіп айтып жатырсыз, неге бүйтіп жатырсыз, мен өзім білемін деп айтқан жоқпын. Мен сәл бүйтіп төменге көзімді бүйтіп қарадым да, сәл қырсығып қалдым да, сосын қойшы мен үшін жасап жатыр ғой осының барлығын дедім да, бетіне қарадым да, күлдім да, мақұл дедім. Болды. Яғни минусты плюс қылуға болады деген дүние ғой. Ең соңын бақыт қалайбыз, бұйырса той күтеміз сіздерден. Игілік, қашан кетесіз Қазақстанға? 26-27 сала қалса. Ертең бұйырса қайрыл, ертең 26-сы. Арғын кетеміз. Игілік сіздерге. Рахмат. Ақжол қалайбыз, жақсы жете алыңыз, бұйырса әнеке Қырғызстандан жақсы жақтарын ғана көріп кетіңіз дейлі. Мен болса қоштасам, сүйікті көруші, бұл майық сіздерге жақты деген ішеніштемін. Кейінгі майықтерді кейінгі көргіңіз келеді. Комментарий бөліміне жазуын ұмытпаңыз. Кейінгі жақсы бір берулерді көріскенше.